Сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер бір арнасы. Егер тісті бір ай бойы тазаламаса не болады? Тіс дәрігерлері тісті күніне 2 рет тазалауды ұсынды. Бірақ көптеген адам тісті ұйқыдан тұрған соң ғана тазалап, кешкісін ұмытып кетеді. Ал кейбір тіпті тіс күтіміне назар аудармайтындар да бар. Егер 4 апта бойы ауыз қуысының гигиенасын сақтамаса не болатын бірге білейік. Ең алдымен менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең алдымен тіс щеткасы мен паста қалай пайда болған жайлы білетін боламыз. Тіс щеткаларының алғашқы біздің заманымызға дейінгі 300-350 жылдары пайда болды. Олар өте қарапайым болды. Және тіс күтіміне арналған заманауи құрылғылар сияқты түрлі тіс қалдықтарымен күресу екіталай болды. Көбінесе олар қарапайым ағаш бұтақтарынан жасалынатын еді. Бірақ Қытай тұрғындары хош иісті ағаштардың бұтақтарын шайнаған. 15 ғасырда олар алғашқы тіс щеткасын ойлап тапқан дейді. Тісіңіздің гигиенасын сақтасаңыз не боларын бірге білейік. Тіс жегісі сирек кездеседі, немесе мүлдем болмайды. Ауыздан жағымсыз иіс шықпайды. Тіс эмалы күшейтіледі. Қызыл еттің қабынуы сирек кездеседі. Ауыз қуысында өмір сүретін бактериялардың әсерінен лор ауруын қаупі азаяды. Тістеріңіз сарғаймайтын болады. Ауыз қуысында оңтайлы қышқыл балансы сақталады. Тістердегі тастар жойылады. Егер бір ай бойы тіс жуылмаса, судан өзге де тамақтан түсетін тіс тастары көбейіп, тісте дақтар пайда болатын болады. Достар, менің сіздерге берген пайдалы кеңестерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.